Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгінгі видеомыз түс көру жайлы. Бүгінгі тақырып, өткен бір видеомызда пайғамбарымыз жайлы видео шығарған болатынбыз. Сол видео сіздерге қатты ұнапты. Сол себепті бүгін сіздерге сол видеоның жалғасын шығарып жатырмыз. Ал ендеше бастайық. Егер қарызы бар адам түсінде пайғамбарымызды көрсе, қарызынан құтылатындығын білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде пайғамбарымызды көрсеңіз, басыңызға келе жатқан пәледен құтылатындығыңызды білдіреді. Егер тұрмыстағы әйел түсінде пайғамбарымызды көрсе, өзіне ұнайтын жақсы өмір бастайтындығын білдіреді. Түсіңізде пайғамбарымыздың сізге өзінің түрін көрсетпей жатқандығын көрсеңіз, сіздің Аллаға деген сеніміңізде кемшілік бар екендігін білдіреді. Ал егер пайғамбарымыздың күлімсіреп тұрғанын көрсеңіз, сіздің Алла тағала алдында мәртебеңіздің жоғары екендігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде пайғамбарымызға тамақ беріп отырғандығын көрсе, балаларының әдемі болатындығын білдіреді. Егер де сіз түсіңізде пайғамбарымызды сахабалармен отырғанын көрсеңіз, пайдалы білім алып жатқандығыңызды білдіреді. Түсіңізде пайғамбарымыздың сізге сақина беріп жатқандығын көрсеңіз, сізді үлкен іс күтіп тұрғандығын білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаса, лайк басып комментария жазыңыз. Сондай-ақ каналға тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыз.